Бәріңізге сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге мен Дауранбек Камер және де бұл хардкор әлемнің екінші бөлімі. Достар, бүгінгі бөлімде біз алмас табуға харекет етеміз. Һәм де мына үңгірлерді жақсылап бір үйге ұқсатуымыз керек, ұмытпауымыз керек. Бұл Майнкрафттағы 4-ші күн. Мына жақта алдыңғы бөлімде железо тапқан боламыз. Так, онда іске кірісейік достар. Бізде темір четко. Екі желе бар, темір құйма бар. Бізге жалпы негізі блужник алу керек. Ал давайте онда блужник алтына жерлерді тесілеп тастайық. Бүгін бізде жұмыс көп достар. Біршама жұмысларды орылап, біз көп жұмыслар істеуіміз керек қазірге. Қараңдар, біз тағы да железо таптық достар. Оны да аламыз тоже. Опана. Негізі менің жолым болып атыр. Опа. Жақсы, пештің ішінде көмір болу керек. Сол көмірге салып қояйық давайте. 8 темір рудасын жинаппыз. Енді бізге мына жақларды адам құсап бекітіп шығу керек. Все, енді сәл-пәл үйге ұқсаған сияқты болды. Енді бізге назатларды көшіру керек. Қазір мына жерді поллаймыз біз достар. И бізге қапталларын да тектілеп шығу керек айтқанша. Мына қаптал вообще лас болып жатыр. Мына блужникті тұрып-тұра салсын, қазірге бізге мініп түсуге қолай болады. Бізге қазір онда ағаш жинап қайтамыз. Бізде жауын жауып жатыр. И бізге тағы да ауқат керек достар. Бізге ауқат және де ағаш керек. Шошқа. Шошқа бізге көш береді. Чочка көшті. Все нормально. Уже ауқат тауып алдық. Мына жақта тағы да бір шошқа. Баласы екен ғой. Баласы бізге көш бермейді достар. Ана жақта тауық көші неде. Мына жаққа бір күн түсеміз, бірақ қазір дайын емеспен мен оған. Сол себептен ана тауықты еплеп өлтіруіміз керек, ана жаққа түсіп кетпеу керек достар. Түсіп кетпедік. Сәл қалуына сәл қалды достар. Енді біз ағаш жинауымыз керек. Яғни эман журналын. Менде жалпы негізі қықпалар неге төбеге шығып кеткен. Давайте соны созламалардан дұрысылап жіберейік. Бізде загрузка достар. Загрузка кетіп жатыр қазірге. Все, мұнда достар. Пәр алып жүрейік, қолымызға пәр ұстап. Бізде жалпы біршама ағаштар бар деп ойлаймын. Енді неше ағаш жинаған білмеймін, қазір уақыт жоқ оған. Сразу үйге барып печкеге ауқатларды пісіріп алу керек бізге. Дұрыс. Ура, үйін таптым. Неге десеңіз, мынандай ағаш мынандай болып кетіпті. Топормен басып алдым мынандай. Кеттік, ана печкада железоларымызды алып, орнына тауық көшін салып кетейік. Мына жаққа болса шошқа көшін пісіріп қоямыз. Кеттік. Енді біз ағаш жинай берсек болады, жалпы негізі йоғач балтамыз бенен. Жалпы менде негізі железный топорлар болу керек еді. Қазір көреміз оларды, бар мекен жоқ бекен дегендей. Мына бір дерттің не керегі бар ма? Так.
маған 13 ағаш шығады екен менде. 54 ағаш шықты, бір сызақ 54 эман йоғачлары шықты бізде. Соны мына жерге поллап тастау керек бүйтіп бізге. О, ауқатлар жареный свина ма? Пішірілген чошқа көшті пісіп қалды бізде. Бізде тамағымыз тойды. Енді жатып ұйқылайын десем. Все, менде 10 железа және де енді біз Майнкрафттағы 5-ші күнге аттана берсек болады. Кеттік ал. Жаңа күн, жаңа мақсат, жаңа бірдеңе. Кеттік достар, біз төсеклерді мына жаққа көшіруіміз керек. Так. Төсек мына жерде тұрсын. Мынаны алсақ өшіп қалатын шығар енді. Айтқанымдай өшіп қалды. Қазір тағы да соғатын боламыз қайтадан. Жақта тағы да бір факелім бар екен. Факелді алдық, сандықты бұзамыз, ішінде заттар шашылып қалады қазір. Бізде бір-екі зат сыймай қалды, все жақсы. Менде негізі біршама ағаштар бар екен. Оларды мен білмеппін. Жаққа сандық. Маған жалпы қазір верстак керек, себебі тағы да бір сандық жасамасам маған ештеңе қазір жетпей жатыр. Так, бізге көкірек жасау керек. Көкірек па? Дұрыс, көкірек. Не, бізде енді 2 көкіректі қоссақ, кәтті сандық пайда болды. Кәтті сандықтың ішіне бізге тағы да бір печке жасап жіберейік давайте. Печке бізде очақ деп аталады. Мынау не? Смиттинг жадвалы. Мынау не? Миникарт, майнкарт. Не ну? Түсінбедім. Жақсы, бізге инструменттен біреуін жасап қоя салайық. Не бұл? Не қылады бұда? Бізде не бар енді? Ондай. Не десем болады? Короче, сондай ғой, бір сөз айтқанда. Бізге енді керексіз затларды мына жаққа лақтырып тастау керек біз. Бір жаққа қойып тастау керек біз. Давайте мына жаққа қойып тастайық екі печкені. Бізде печкалар әдемі болып қалды. Енді бізге негізі көмірлер ананың ішіне салып қою керек еді. Көп болып кетті. 17-сін аяққа, 17-сін аяққа. Жақсы, енді бізге сандыққа тағы да керексіз затларды көп лақтырып шығамыз. Қарбыз бізге жеуге керек болады. Қазірге сүйек деген затлар бізге керек емес. Бізге негізі бүгінгі мақсатымыз біздің алмас табу. Бұл жаққа ағаш қылыш дегендерді салып тастаймыз. Темір, железный тұра берсін. Ағаш балта керек емес. Бұл жақта тұра берсін. Все. Менде жалпы нормальны барлығы. Нормальны деп ойлаймын енді. Бұл жақтарға факел қойып шығамыз. Сонымен нормальны болу керек. Негізі достар, маған блужникпен ана жерде жағып, адам құсап есіктен кіріп шығуымыз керек достар. Бірінші ана жерді жауып алайық, давайте. Бұл жақтан енді темір рудасы шықпайды деген ойдамын. И бізге мына жақта да жауу керек. Мына жақта бізде түсіп қалды ғой.
мына жақты бүйтіп. Все, 2 есік болады енді бізде. Ойбай, сандыққа кіріп кеткен емес. Ойбай. Так, мына 2 жерін жауып жіберейік. Оп. Все, енді бізге әдемі етіп, ойбай, қапыларды соға берсек болады. Мына керексіз заттарды қайтадан қойып бастайық. Так, бізге еман ешік жасау керек. Еман ешіктен 3-ін жасадық. Қалғанын мына жаққа салып қоя салайық. Еман ешікті енді біз мына жерге қоямыз. Ойбай. Еман ешік тоже бізде ашық тұра берсін, жалпы негізі. Так, маған 8 ағаштан маған полублок жасау керек. Еман тақтасы. Все нормально. Жерін бүйтіп шығып кете саламыз. Қалған еман тақталарын үйге сандыққа салып қояқ, керек болып қалады ғой. Все, мында достар, менде бір еман есігі ауысып қалды. Енді бізге шахтаға түсуге аттана берсек болады. Кеттік, давайте. Это координаталарды yazып қалайықшы. Бізде нұқта ступлен қайтадық. Все, менде установка етілді координата. Енді өліп қалсақ үш жерден шығады. О, алма. Так. Мен жаңағы жалпы данжға түскім келіп тұр. Оның ішінде бардылай железалар көріп едім. Оның ішіне түскім келіп тұр мен. О, бізде бір шама железа, достар. Опа. Майнкрафттың логикасы. Жақсы, біз железаларды ала берейік енді. Olma blok sındırman mı? What the fuck? Жаңа ғана бір қанша железаларды алып болдым. Тағы да железа іздеп. Жақта пауклар жүр. Қорықтырмашы негізі. Өліп қалмауымыз керек біз. Все, ана жерге көтерілеміз енді. Опа. Мына жақта жалпы бір қанша железалар бар екен бізде. Опа. Все, бізде железа бітті. Енді біз тағы да ана суға секіруіміз керек еді, бірақ секіре алмай қалдым. Бізде тамағымыз тоқ. Тағы да железа іздей берсек болады. Железа, қайтасың железа. Бізде железа ана жерде бар екен. Сол жаққа барамыз давайте тағы да. Паук мені ұрacak па? Смесли. Менің күшсіз екеніне хабар жоқ па дедім, достар. Бізге жалпы мына жаққа көтеріліп кете беру керек. Киркам энергиясы тосылып қалмаса болды енді.
Егерде кімге қызық болса, қазір мен 40-шы блокта жүріппен. Көтеріліп атпан, енді 40-шы блоктан. Оу, мына жақта бір шама. Железалар бар екен. Оу, мына железамызға да жетіп қалыппыз. Давайте мына жерден көтеріле салайық онда. Бізде бұл жердегі железалар бітті. Енді ана жақтағы железаға жайлап бара берсек болады. Мына жақтан блоклар алуымыз керек қазірге. Мына жаққа өту үшін 8 блок жетпейді деп ойлаймын, сонда да енді. Бірақ абайлау керек. Бізде уже 6-шы күн басталайын деп жатыр. Ал біз болса данжда железа жинап жүрік. Яғни темір рудасын. Базар жоқ. Бір блок қана жетпей қалды, жақсы. Бізге мына жаққа шығып алайық, еплеп. Опа. Енді бізге жайлап железаларды, яғни темір рудаларын ала берсек болады. Бүгін жалпы железаға байып атыр мен, жолым болып атыр. Тозылып қалды ма, ё-моё. Менде уже ярым стак железа бар. Енді маған үйге баруым керек қазірге. Бұл данждан шығайық онда. Бұл өзіне жинап. Бірақ енді төменге де түсіп кете алмаймын ғой, енді шығып кете алмайды екенмін деп. Ана жерде мен бір зат көріп тұрмын достар. Барып көрейінші. О, блок қойып кеткен емес. Оу. Не қуғынбай болып кетті. Піскен тауық еті бұл лабаға күйіп қалған достар. Все, болды, мен осы жерден көтеріліп кетпесем мүлт достар. Көтеріліп кете аламын ба осы жерден? Все. Мені қазір скелет-піскелеттегілер атып құлатып жібермесе болды енді. Сол ойым болып тұр маған. Жалпы шығып қалдым мен негізі. Мына жақтан бір шама блужниклар жинап алайық. О, мен железа жақылып қалыппын. Давайте алып кетейік сол. Қыттай қалды ғой, ой-ой. Алып кетейік сол железаларды да. Так, мына жерге бір блужник қойсақ. Бізде блужник таусылады. Железалар төменге түсіп кетті ма, ё-моё. 34 бір железа төменге түсіп кетті, жақсы. Бізге жалпы негіз бүйтіп алу керек. Біреу тағы да төменге түсіп кетті. Ай, кете берсін енді. Не қыламыз енді, не дейміз оларға. Жалпы негіз мына жерден шығып кетсем болады ма? Менің үйімде ешқандай мобтар пайда болмайды, себебі үйім жақты. Жолып қалды әйтеуір дегенде, ұйықтап қалу керек. Қазір дам ала алмайсыз. Якын атрафта ерткіш хайвандар бар.
Да, менің үйімнің қасында скелет бар. Сол себептен мен оны өлтірмегенше демала алмаймын. Mesela. Bizге оқ жай берді. Боу дейді, боу. Өзбекшесі болмаса онда тамам болу керек негізі. Все, жақсы, мен ұйқыладым. Жаңа күн. Бізде Майнкрафттың 5-ші күні. Һәм бізде өші бар талай стак железа бар. Бір талай болғанда 35 стак қой. Темір рудасы дейді бізде. Алтауын мына жаққа салайық. Бізде уже мына жақта железалар дайын болып жатыр. Мына жақта 8, 9. Жалпы негізі мен бірден темірге өтіп кеттім бірінші бөлімде, Жоқ, қайнай берсін. Біз негізі мына жерден шахта ашсақ болады, достар. Киркам сынды. Наконец-то. Бірінші железный, яғни темір четкам сынды. Опа. Мына оқ жаймен оқлардың қазірге керегі жоқ бізге. Сол себептен мына жақтан біз темір шотка енді не алынбай жатыр. Аяқ жоқ екен менде. Асқабақ. Бүгін менде негедір телефон қуып жатыр. Сол себепті жақсы. Маған темір шотка жасап алу керек қазірге. Мына карта не екен? Майнкрафт дейді. Майнкрафт. Не қыламын соны? Түсінбедім. Не керегі бар оның? Жақсы, менде железалар оқи берсін. Оппана, бізде шахта табылды. Шахта табылған үшін маған үйдегі 2 мәшәлді алып кетемін, достар. Керек болады маған. Біреуін алып кетейік, жақсы. Опа. Ойбай. Сразу скелеттің қасынан түсе қойдым. Опа, скелетті де өлтірдік. Енді бізге железа, яғни темір табу керек. Не болды? Крипер патлады ма? Вообще мен тамам ашып жатыр. Мен жалпы бұл үңгірге түскен сияқты едім, достар. Жақсы, сонда түсе берейік. Ойбай, крипер. Мен негізі мына жақтан көмір алып бір не соғылмасам болмайды, достар. Опа. Бізге мына жерден көтеріліп кетеді, оны лестница ма бір зат жасап қою керек. Бүйтеміз да, бүйтеміз. Все нормально болды, менің ойымша. Мына жерді бұзу керек бізге. Маған мәшәлдан 8-ін жасай алады екен, біз 8-ін жасадым. Бізде железалар уже балқып қалыпты мына жақта. 40 железа болды бізде. Уже железамыз бір стаққа жақындап қалды. Менде мынандай керек емес блоктар алынып кетіп жатыр. Вау! Бізде оқжай соқсақ болады екен, достар. Кеттік. Біз шахтаға түсіміз керек. Ниет етсең ерінбей, тамағын тояр тіленбей деген нақылды һәмме білетін шығар енді.
Давайте мына жаққа кетейік. Опа. Қазірге ешқандай рудалар көріп тұрған жоқпын мен. О, железо. Железо, мамай. Опа-на. Сонда екеу ақ па? Ай, аяғым. Железо. Маған темір рудасы керек, өте қатты керек. Оу, бізде төменге түссе болады екен. Опа-на. О, железо. Мына жерге бір факел қой. Бізде бай. Бізде мына жермен жоғары көтеріліп кету керек. Мына жерде ма тұрып қалу керек әйтеуір. Не достар, әйтеуір мына жақта тұрып қалдым мен. Сумен ағып кетпесе болды, енді бір шама железамыз. Лазурит, достар. Егерде кімгедір қызық болса, мен 25-ші блокта жүрген екенмін. Алмаз болса 11-ші блоктан төменде кездеседі. Лазуритті кейін алып кетеміз негізі. Біз достар 14-ші блокқа түстік. 14-ші блокта бізде және де железо. Лаваның қасында екен, қапылып. Сол железалардың бәрін алып болдым. 11-ші блок, достар. Мен 11-ші блокта тұрып едім, енді көтеріліп кеттім қазір. Мына жақта зомбилар жоқ деп ойдамын. Железо ана жерде, достар. Мен қазір, негізі менде 36 железо бар, уже бір стак жиналып қалады. Қазір үйге қайтсақ. Үйге қалай қайтаман деген бір сұрау бар, бірақ. Бізге ана жерде лазуритті бұзып алу керек. Қайтып болмасын. Оу. Бізде машина бұзылып кетті ғой. О, артынан тағы да железо шықты. Мына жақта бір шама железоны тастап кетейін деп атқан екенмін ғой мен. О, мына жақта тағы да железо. Вообще негізі менің жолым растанда болып жатыр. Кеттік ал. Жоғарыға тағы да көтерілеміз. Ойбай, көтеріл. Егер кімгедір қызық болса, мен қазір 36-ші блокта жүріппен. Тағы да жоғарыға көтерілеміз. 41-ші блоктаман енді мен. Все, міне. Так. Бізде жалпы негізі ұзақ видео болды, достар. Бізде уже 7-ші күн басталайын деп жатыр екен, ал онда ұйықтап тұрамыз да видеоны тамамлаймыз. Бізде 7-ші күн. Мен болсам видеоны тамамлап жатырмын.